Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге екі жиынның бірігуі және қиылысуы тақырыбы бойынша 5-ші тапсырманы түсіндіретін боламын. Алдымен тапсырманы оқимыз. Сандарды оқы. 2, 47, 16, 8, 17, 32, 6, 53 сандары берілген. Қиылысатын екі дөңгелек сыз, қызыл дөңгелек және көк дөңгелек сызылған. Қызыл дөңгелекте жұп сандар, ал көк дөңгелекте екі таңбалы сандар болады. Әрбір санды дөңгелектерге дұрыс жаз. Екі таңбалы жұп сандар жазылатын бөлікті бояп көрсет. Бұл тапсырманы орындаудан алдын балаларға біз жұп сандарды қалай анықтаймыз және осы берілген сандардың ішінде қайсы сандар жұп сандар екенін қосымша бір рет сұрап анықтап аламыз. 2, 16, 8, 32, 6 сандары жұп сандар. Оқушылар білу керек. 2, 6, 8, 0, 4 сандармен аяқталған сандардың жұп сандар болатын бала анықтай алу керек. Енді тапсырманы орындауға кірісеміз. Бірінші жұп сандар жиыны, екі таңбалы сандар жиынын біз анықтау үшін біз осы берілген сандардың ішінен жұп сандарды ажыратып бірінші жазып алайық. 2 саны, 2 жұп сан, 16, 8, 16, 8, 32 және 6 сандары жұп сандар. Енді екінші қатарға екі таңбалы сандарды жазайық. Екі таңбалы сандар 47, 16, 17, 17, 32 және 53 сандары екі таңбалы сандар. Екі таңбалы сандар дегеніміз, яғни екі цифрдан тұратын сандарды екі таңбалы сандар. Енді осы жерден біз екі таңбалы жұп сандарды белгілеуіміз керек. Енді екі жиынның ішінен де біз екі таңбалы сандарды анықтаймыз, бірақ екі таңбалы сандардың жұптарын табамыз. Екі таңбалы сандардың ішінде 16 саны жұп сан және 32 жұп сан. 16 мен 32 жұп сан, өйткені 6 және 2 жұп сандарына аяқталып тұр екі таңбалы сандарымыз. Енді қалған сандарды әр жиынға өздерінің жиынына жеке-жеке орналастырамыз. Жұп сандарды біз қызыл дөңгелекке жазуымыз керек. Демек, жұп сандар 2, 8, 6, 2, 8, 6 қызыл дөңгелекке жұп сандарды жаздық. Енді екі таңбалы сандардың ішінен белгіленбеген екі таңбалы сандарды екі таңбалы сандарға жиынына жазамыз. 47, 17, 53, 47, 17, 53. Бұл берілген сандар екі таңбалы, бірақ жұп емес. Ал енді екі жиынның қиылысу бөлігіне, яғни екі жиынға да қатысты ортақ бөлікке біз екі таңбалы жұп сандарды жазатын боламыз. Жаңа белгілегеніміз, яғни ол 16 мен 32. Қарап тұрсаңыздар, ол екі жиынға да қатысты болып тұр. Жұп сандар, яғни қызыл дөңгелекте де, көк дөңгелекке де қатысты болып тұр. Демек, қиылысу бөлігіне біз жазамыз 16 менен 32 сандарын. Және осы екі таңбалы жұп сандар жазылатын бөлікті бояп көрсететін, яғни сіздер қосымша осы бөлікті бояп көрсететін боласыздар. Енді келесі тапсырмада мен сіздерге 6-шы және 7-ші тапсырманы орындап түсіндіретін болам.